Жүректегі жасыл бақша. Адам не ексе, соны орады дейді. Галаттықтарға арналған хат 6 тарау 7 аят. Бір сәтке өзіңіздің жүрегіңізді жасыл бау-бақша сияқты елестетіп көріңізші. Және сол жүрегіңізді, яғни бақшаңызды қарап, ретке келтіру қажеттілігін ойлаңыз. Ойыңызды дән ретінде қарастырып көріңіз. Сол ойлардың кейбіреуі гүл, ал басқалары арам шөп сияқты. Егер үміттің дәнін егетін болсаңыз, қуанышқа бөленесіз. Ал күнәнің дәнін егетін болсаңыз, әлсіздіктің, қорғансыздықтың, үмітсіздіктің күйін кешесіз. Кей адамдардың жамандыққа темірдей қарсы тұрып, сабырлы түрде болашаққа үмітпен қарайтыны және кешірімді бола алатындықтары таң қалдырады. Бәлкім, олардың өздерінің еккен жақсы дәндерінің жемісін зор қуанышпен орып жатқанынан болар сірә. Ал басқа адамдардың көзқарастарының зұлым болатыны да таң қалдырады. Мысалы, адамға деген суық қарым-қатынас, егер сіздің де жүрегіңізде, яғни бақшаңызда арам шөптер мен тікенді бұталардың дәндері себілген болса, сіздің де әрекеттеріңіз сондай болуы әбден мүмкін. Иса секілді болуға тырысыңыз.